2 рет ажырастым. Бірінші рет ажырасқан кезде папам маған прямо айтты, сен виноватсың деп айтты да. И сөз көтере алмай мен Қазақстанға келдім, қашып кеттім. 5 жыл алдын мен бір жігітпен танысамын, бірақ сол екінші рет мен ажырасамын ол баламен. Мен туған кезде ол маған прямо айтты, типа, мен сенімен жасамаймын, мен шаршадым деп. На самом деле ол казино ойнайтын, ішетін сондай еді. Мен барлық нәрсені өзім алып алған едім. Өзім ақша табамын, өзім квартираға төлеймін. 9 айға дейін солай жұмыс жасадым. 9 айдан кейін ол тастап кетті. Туғаннан кейін. Сол 20 жасында әкемнен естіген сөз. Мен қазір 31-ге келдім. Жертва болып жүрген екенмін. Енді қабылдап жатырмын өзім. Әлі жертва болып тұрсың ғой? Өйткені мен 5 жыл өтті ажырасқаныма, еркектерге сенбеймін, по-любому тастап кетеді деген ой болады. Конечно. Если солай ойласаң, солай болады. Если для вас приоритетно все время жаловаться, өзіңіз байқамай, автоматически сол маңызды нәрсе болып тұр ғой сізге, все время жаловаться, жертвить деген. Енді, чтобы жаловаться и жертвить, нужны ли причины? Керек қой, а? Керек. Ну, енді ойлаңызшы, почему вы создали такие отношения у себя в жизни? Неғып қиын қылып жүргенсіз өміріңізді? Себебі өміріңіз ондай жаман болмаса, сіздің өмірге жаловаться ету, жылау, жертва бол деген мақсатыңыз орындалмай қалайын тұр ғой. Осы өмірімді өзгертем деп келдім ғой мен. Өмір өзгертпейсіз, өзіңізді өзгертесіз. Қашан сіз жертва болды қоясыз, қашан сізге ол керек емес болады, сол кезде өмірдегі проблемалар да керек емес болады.